ауызашар бұл қазақ халқында бір дәстүр ретінде қалып қойған. Сондықтан бұны бір қызықтыратын мәселе деп те ойламаймын. Бұл бәрі біледі, жасайды. Тек қана қазіргі уақытта енді әркім өз шаңырағынан ауызашар беріп, сол шаңырағынан Құран оқытамыз деген нәрсе бізде көбірек дамыған да. Шаңырағынан жасаймын. Бірақ кейбір адамдар өз шаңырағынан 15-20 адам шақырып, көп адам шақыратын мүмкіндіктер болмай жатады. Егер сондай мүмкіндіктер болмай жатқан жағдай болып жатса, немесе бір бірігіп, біз ауылда қалыптасып қалған, құрдастармен бірігіп, достармен бірігіп, ағайындар 1-2 отбасы болып бірігіп, ауызашар ұйымдастырып жатады. Соған қазіргі уақытта осы Абдулла Хазірет мешітінің асханасында ауызашар беретін мүмкіндік бар. Осы неседе жарнамасы да шықты. Осы жерде 100 адамға ауызашар беретін мүмкіндік бар. Егер келіп, осы жерде асханаға біз үлкен 100 адамға, 120 адамға дейін ауызашар бергіміз келеді дейтін болса, біздің осы асхана қызметі дайын. Оған осы асханамыздың арендасы жүреді. Ол арендасы осы жерде айтып кетейін. Ертең сұрақ болып жатса, білетін адам болса, асхананың арендасына сол ауызашарға 30 мың теңге кіреді. Оған яғни осы жерде пайдаланылған су, свет, жылуының ақшасынан қолданылады. Қалған уақытта өздері келіп, асын асып, дастархандарын жасап, ауызашардың өзінің былайша айтқанда дастарханда аса төк болмағанда негізі жақсырақ. Себебі ас мәзіріне сол күні желініп қалатын тамақ қойылса, бұл өте жақсы болады. Себебі бізде енді барынша сауабы көп алам ғой деп, көбірек аса төктеп қойып жатады, бірақ ол желінбей жатады. Желінбей қалып қойып жатады. Сұрапқа апару мүмкін. Сондықтан барынша желінетін тамақтармен қарапайымдырақ қылып жасаса, бұл үлкен сауап болады.